Бұл фильмнің тақырыбы танысу. Сіздермен бірге Нұриса, Қазақстанның рухани астанасына айналған киелі Түркістанға ұшып келдім. Қазақта әдемі мақал бар. Әркімнің өз жері жұмағы демекші, туған жерімді сағынып қалыппын. Мен осы Түркістан қаласының тумасымын. Қазіргі таңда мен Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің тарих факультетінің 3-ші курс студентімін. Сіздермен бірге алдағы уақытта Түркістан қаласын, облысын бірге аралайтын боламыз. Тек аралап қана қоймай, қазақ тілін бірге үйренеміз. Сіздердің сөзді қорларыңызды байыту мақсатында сіздерге әртүрлі мақал мәселелер және де көне деректермен таныстыратын боламын. Ал қазір әуежайдан шығып, құжаттарды алу үшін теміржол вокзалына кеттік. Ғасырдан бастап мұсылмандар үшін қасиетті мекенге айнала бастады. Бүгінде халық аузында көне, киелі екінші Мекке атанып жүр. Қалада 14-ші ғасырдан бастап Қожа Ахмет Яссауи атына байланысты кесене салына бастады. Ал бұл кесенені салуға бұйрық берген әлемге әйгілі Әмір Темір. Бүгінде бұл көне ғимараттың сақталып келуі, оның сәулет ескерткіштерінің өзіндік ерекшеліктері бар екенін байқаймыз. Түркістан қаласы түркі мәдениетінің астанасына айналған, Евразия кіндігінде орналасқан, Ұлы Жібек жолының Дархан даласына айналған, ертеде көне қалалар мен мәдени ошақтары салынды. Қазақ хандығының астанасына және де шартарапқа кеткен керуен жолдарының тоғысқан жері деседі. Бүгінде Түркістан қаласының 1500 жылдық тарихы тереңде жатқанын байқаймыз. Ертеде Түркістанда Тұран дескен, Тұранда ер түргім туып өскен, Тұранның тағдыры бар толқымалы, басынан көп тамаша күндер кешкен. Қазір біз әуежайдан теміржол вокзалына бет алудамыз. Мына көрініс қараңыздар, қандай әдемі, қарасаң көзің тоймай. Қала аз уақыттың ішінде көркейіп, әсем қаланың біріне айналған. Менің әжем маған үнемі алып жүрсеңдер жолмен жүр деп айтып отырушы еді. Солай жаяу жүріп, тұңғыш олимпиада чемпионы Бекзат Саттарханов көшесінің бойын көрсетейін. Оң жағымызға қарасақ, Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетін көруімізге болады. Білесіздер ме, Түркістанға жолына 500 000 туристер келеді. Тылсым тұнған мекенде туристердің ең көп баратын орындардың бірі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бастап тұр. Қасиетті өңірге зиярат кетушілер мен саяхатшылардың жиі бас салатын тағы бір нысан Арыстанбаб кесенесі. Түркістан қаласының 60 км жер шақырымда орналасқан, тарихы тереңде жатқан Арыстанбаб кесенесіне 2023 жылы 200 мыңға жуық туристер келген екен. Ташкент теміржолының оңтүстік тармағын төсеу кезеңінде салынған ғимарат кешені. Бұл вокзал жай ғимарат емес, талай тарихи кезеңдерді бастан өткерген арыстарымыздың табаны тиген жер. Бұл ғимараттың салынғанына бір ғасырдан асса да, көне нысан бүгінде халыққа қалтқысыз қызмет етуде. 1903 салынған бұл ғимарат 1950 жылы іші жаңартылғанмен өзіндік ерекшеліктерін сақтап келеді. Түркістан вокзалы Қазақстан Республикасының сәулет ескерткіштерінің қатарына кіреді және де оның өзіне тән ерекшеліктері бар. Олар есіктің жануар басты тұтқасы. Бұл ғимарат құдды бір Европа
жалпы қаласынан оңтүстік Қазақстанға көшіріп әкелінген секілді. 2018 жылы 19 маусымда Түркістан облыс орталығына айналды. 2024 жылғы статистика бойынша Түркістан халқының саны 2.150.000 адамды құрады. Соның ішінде 530 мыңы қала тұрғындары. Түркістан облысы жалпы 7 қала кіреді. Олар Түркістан, Кентау, Арыс, Сарыағаш, Шардара, Жетісай және де Леңгір қалалары. Жалпы аумақтың көп бөлігін жазық, Қызылқұм құмдары, Шардара даласы, Сырдарияның сол жағалауы және де Мойынқұмды алып жатыр. Облыстың солтүстік аумағын бетпақ дала шөлі, оңтүстігін аш дала мұза шөл, орталығын Қаратау жотасы, оңтүстік шығысын Талас алатауының батыс шеті мен Өгем жоталары алып жатыр. Ең ірі өзені Сырдария облысты оңтүстіктен солтүстік батысқа қарай, солтүстігін Шу өзені алып жатыр. Құнарлы топырақтар, күн сәулесінің көптігі, кең жайылымдар, аудандағы ауыл шаруашылығының әсіресе суармалы егіншілік пен жайылымды қой шаруашылығының дамуына мүмкіндіктер туғызады. Сонымен қатар мақта, дақылдар, күріш дақылы, бақтар мен жүзімдіктер өнімі мол. Тұранды Сарыарқадан бөлектеме, Түркістан Алталашқа болған кебе. Тұранның топырағын құшып жатыр, кешегі ердің ері көкжал.